Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, өте керемет салаттардың бірі мясо по-тайскийді бірге дайындайтын боламыз. Бұл салаттың ерекшелігі ыстықтай да ұсына бересіздер. Дәмінде енді сөз жоқ. Видеом ұнаса, менің арнама тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Менде етті осылай турадым. Қиярды, болгар бұрышы түрлі түсті болса тіптен жақсы болады. Сәбізді теркадан өткіздім. Және пиязымызды турадым, сарымсақ, соевый соус және осындай заправка пайдаланамын. Алдымен табамызды қыздырып алып, сұйық майымызды құйып, етімізді жақсылап қуырамыз. Алғашында етімізді баяу отта қуырамыз, себебі етіміз жақсылап пісуі керек. 15-20 минуттай суы тартылғанша қуырып аламыз. Одан соң үстіне пиязды қосамыз. Тағы да 2-3 минуттай қуырып аламыз. Сарымсақты қосамыз. Одан соң соевый соусымызды құямыз. Тағы да бір 2-3 минуттай қуырып отырамыз. Әрқайсысын қосқан кезде енді сәбізімізді салып, жақсылап араластырып, қуырып аламыз. Дәміне қарай, татымына қарай тұзымызды саламыз. Қара бұрышты салсаңыздар да болады. Одан соң болгар бұрышын салып, тағы да 2-3 минуттай қуырып аламыз. Осылай, міне біздің неміз осылай қуырылып болған соң, ең соңынан үстіне қиярымызды саламыз. Қиярды салғаннан кейін көп қуырудың қажеті жоқ. 1-2 минуттай қуырып, отымызды сөндіріп қойсақ болады. Мінекей біздің салатымыз дайын болуға жақын қалды. Енді осы дайын болатын кезде мен осындай заправканы пайдаланам. Заправканы қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сонымен мінекей біздің салатымыз дайын болады. Жасалуы өте оңай, дәмінде енді сөз жоқ. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Видеом ұнаса, менің арнама тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттер болады. Сіздермен болған Нұрия Амангелді.